Армысыздар, құрметті достар. Кеше көбіңіз бізді Гена бауырым екеуміздің жолға шығып кеткен байқадыңыздар. Біз көлікпен Астана, елордамыз Астанадан Қызылжар өңіріне, Петропавл қаласына келген болатынбыз арнайы. Бұл біздің саяхатымыздың себебі Петропавл қаласында өткен керемет форум. Бұл жерге қазақ тілінде еркін сөйлейтін, жетік меңгерген біздің өзге ұлттың бауырларымыздың жиналғаны бізге келуімізге себеп болды. Бүгін Гена осы форумды керемет жүргізді. Мен ойлаймын, Гена қазір өзінің әсерін айтады сіздерге. Ал тағы да ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар, құрметті оқырмандарымыз, ардақты ағайындарымыз. Біз қазір өздеріңізге мәлім солтүстік Қазақстан Петропавл қаласына, яғни бұрынғы Қызылжар қаласына келіп отырмыз. Біздің басты мақсатымыз осы форумның арнайы қазақ тілді дәріптеу мақсатында түрлі технологиялармен бөлісу. Арнайы біз қазақ тілін қалай іске асырамыз. Дәл осы форум осы Қазақстан халқы ассамблеясының ұйымдастыруымен және де Қазақстан Республикасының ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің басшылығымен өтіп жатыр. Енді өздеріңізге мәлім, солтүстік Қазақстан жері өзі ұлы сондай бір Мағжан Жұмабаев, Ғабит Мүсіретов, Сәбит Мұқанов, Герольд Бельгер біздің сияқты ағамыз сияқтыларды дәл қазір сондай азаматтарды шығарған жер болғаннан кейін бізде осы арнайы солтүстік Қазақстанға келіп, қазақ тіл дәріптеу мақсатында, қазақ тілді кеңінен насихаттау мақсатында, қазақ тілді ары қарай кеңінен аясын кеңейту мақсатында арнайы келіп, қазір енді осы іс-шараның модераторы мен болып отырмын. Бізде қазір түстен кейін өте қызықты сессия өтеді, яғни осы қазақ тілді технологиялардың ішіндегі шеберлікті көрсету, және де менің Максим деген бауырым бұйыртса қазір сөз сөйлейтін болады. Мен енді модератор болғаннан кейін Максим бауырымызға сөзді беріп, ары қарай осы форум жалғастыратын боламыз. Бірақ дегенмен өте қызықты дәрежеде өтіп жатыр, өте жоғары дәрежеде өтіп жатыр. Өткен себебі қаншама біздің күллі Қазақстан бойынша түрлі облыстардан, түнгі жаңағы региондардан азаматшылар келді, өздерінің тәжірибесімен бөлісуде. Сондықтан да сіздер біздің тиктокымыздан алыстамаңыздар. Біз түрлі осы тілге қатысты, тілдің мәдениетіне, еліміздің осындай бір тілге қатысты түрлі дүниелерді біз қозғайтын боламыз. Сондықтан да алыстамаңыздар, біз біргеміз. Макс, мен қоса кетейін. Жалпы көп жағдайдан бүгін де мысалы менен сұрап отыр, осындай форумлардың не қажеті бар, қашан осы форумдан арыламыз деген секілді. Жігіттер, қыздар, бір мәселені түсінейік. Біздің күнделікті тіршілігіміздегі қазақ тілінің дамуы, біздің күнделікті тіршілікте қазақ тілінің қолдану деңгейі осындай форумдарда өседі. Форумдарда адамдар өзінің жаңа қадамдарын, жаңа тәсілдерін, жалпы жаңа методикаларын келіп таныстырады. Кейде адамдар өздерінің тәжірибелерін алып келеді. Бізге қазақ тілін дамыту үшін жаңа технологиялар, жаңа практикалар, жұмыс істейтін практикаларды біз тәжірибеге енгізуіміз керек, қолданысқа енгізуіміз керек. Сондықтан осындай шараларға дұрыстап қарайық. Әрине, бұндай шаралардың да деңгейін және сапасын бәлкім көтеруіміз керек шығар, бірақ бұлардың қазақ тіліне деген көмегі орасан зор. Осыны ұмытпайық. Солай, құрметті ағайындар, ал біз Максим екеуміз болсақ, қазақ тілді ары қарай насихаттау бойынша, қазақ тілді ары қарай дәріптеу бойынша, қазақ тілді басқа да өзге ұлттардың арасында кеңінен насихатталып, кеңінен енгізілуге байланысты жұмыстарымыз жалғастыратын боламыз. Өйткені бұл біздің парызымыз, біздің міндетіміз, біздің мемлекет тіл бұл қазақ тілі. Және де осыны біздің күллі қазақстандықтар, титулды ұлт қазақ ұлт болып табылатын, одан бөлек басқа түрлі этнос өкілдері осыны білуге міндетті. Біздің қазақ тілі ол бізді біріктіретін, күш болып табылатын дүние. Сау саламат болыңыздар ағайындар, ауырмайық. Аман болыңыздар, жақсы.